Қордай ауданы бүгінде бір ғана Жамбыл облысының емес, тұтас елдің стратегиялық маңызы жоғары аумағы. Өңір қазір тірі организм іспеттес. Өйткені Қордайға келген жұрт ең алдымен мұндағы қозғалысқа назар аударады. Тіршіліктің тоқтаусыз ағыны, жолдың жаңарғаны, ауылдардан аудан орталығына ағылған көліктер мен шекара маңындағы тынымсыз тірлік осының дәлеліндей. Атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталып өтсем, ағымдағы жылы Сарбұлақ ауылындағы 18-де 8 шақырымды құрайтын Благовещенский егістік алқаптарын суару каналының қайта жаңғырту жұмыстары, Гвардейск, Қарасай Батыр, Күнбатыс екі елді мекендерінде ауыз су құбырлары жаңартылуда. Өздеріңізге белгілі мемлекет басшысының тапсырмасымен берілген Қордай ауылындағы достық үйінің құрылысы басталды. Ауданда атқарылған істі анығырақ білу үшін сәл артқа шегінейік. 2023 жылдан бері, яғни небәрі соңғы 4 жылда 162 жоба іске асқан. Аймақтағы мұндай айрықша жоспарға 67,7 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлініпті. Әрине аз сома емес. Сәйкесінше атқарылған ілкімді істер де ауыз толтырып айтарлықтай деңгейде. Бұл қатарда денсаулық сақтау, білім беру, спорт, мәдениет пен инфрақұрылым, ауыл шаруашылығы, аймақты абаттандыру сынды салалар бар. Біздің Қордай ауданы керемет даму үстінде, оған көзіміз жетіп жатыр. Мынау басшылықтар, әкімшіліктер жақсы жұмыс істеп жатыр. Жарық, жол, ешкім сөйлей алмайды. Бәрі бар. Халықтың көңілінен шығып жатыр. Біздің Қордайымыз Жамбыл облысында көш бастап тұрған ауданның бірі. Сол дамушылығымен халықтың көзі, қайғысы жоқ, қарны тоқ. Қазір бәрі үлкен қуаныштамыз. Аудандағы айтулы жұмыстың бірі жолдың жайы. Ауыл-ауылдың арасын жалғап, азаматтардың арызын ескерген аудан билігі ең алдымен күре жолдарға мән берді. Бұл қатарда Қарасу, Масаншы, Сортөбе мен аймақтық әлеуеті жоғары Қаракемер Керу тас жолы бар. Аталған нысанның екеуінде де орташа жөндеу жүргізіліп, түйткіл тарқаған. Әйгілі Қордай асуының 20 шақырымы да жаңартылып, қауіпсіз кейіпке енді. Айтпақшы, ауыл ішілік жолдардың назардан тыс қалмай, 81 жобаның іске асқанында қоса кетейік. Жолды салып жатқанына көп мемлекет басшылығына, аудан әкім басшылығына көп рахмет айтамыз. Ауылымызды ойлап, көркендіріп, безендіріп жатқанына рахмет. Біз осы ауылдың тұрғыны болғандықтан, жалпы мынау Керу ауылына баратын жолдың осы күрделі жөндеуден өткізілуіне өте қуаныштымыз. Себебі бұл жол біз ауылымыз үшін өте маңызды жол болып табылады. Өйткені біздің егістігіміз, шабындығымыздың барлығы осы таулы аймақта орналасқандықтан, сол өңірге қатынайтын жол өте сын көтермейтін. Сол себепті мынау асфальт төсеп, енді жолымызды жақсартамыз деп отырғаны аудан әкімшілігіне, облыс әкімдігіне біз шын ризашылығымызды білдіреміз ауыл тұрғындары атынан. Ауданда атқарылған қай жобаны алып қарасаңыз да, ең алдымен көптің сұрауын қанағаттандыру, халықтың талабын орындау үшін іске асады. Осылай дегенде ең алдымен қайта жанданып жатқан Қордайдағы орталық стадион ойға оралды. Биыл одан бөлек үлкен Сұлутөр ауылындағы спорт кешенінің құрылысы да аяқталған. Жалпы бұл салада 1,2 миллиард теңгенің 5 жобасы жүзеге асып, Қарасу, Ауқатты, Қарасай сынды ауылдарда дене шынықтыру, сауықтыру кешені бой көтерді. Ауданда мемлекет басшысының арнайы тапсырмасымен достық үйінің құрылысы басталғанында ұмытпаған абзал. Түрлі мәдени қоғамдық мекемелердің басын бір арнаға тоғыстыратын ғимарат республика бойынша 5 қана ауданда бой көтермек. Солардың қатарында қазыналы Қордай жері де бар. Біздің ең күрделі сұрағымыз мынау ауыз су мәселесі, ауыл шаруашылығындағы егін суғару мәселесі, шу өзенін пайдалану мәселесі, жол мәселесі өте сондай бір жоғары деңгейде болатын, қиын жағдай болатын да. Қазір осы мәселелердің басым көпшілігі шешілді деп айтуға болады. Соның ішінде әсіресе мен тек риза болатым, мына біздің Қордай ауданының орталық Қордай ауылын қазір тамаша қып, барлығын бүкіл аудан бойынша ауыл болсын, орталық болсын, көшелері түгелдей асфальтталған. Енді жаңа зданиялар, күшті мектептер ашылып жатыр. Оқушыларға бәріне де қолайлы жағдайлар өте жақсы. Қордай ауданы өте жақсы. Біздің Қордай керемет дамып келе жатыр. Жолдары жақсы, саябақтар бар. Кешке таман бала-шағалармен шығып, керемет демалып жүрміз. Жазды мезгіл келді міне. Өте керемет. 2 жылда кәдімгідей өзгерді ғой. Жолдың сапасы. Қазір тем более жаңағы ауданымыз көркейіп,
көптеген тұрғын үйлер салынып, жолдарымыз жөнделіп, жақсы жағынан көрініп жатыр деп айта аламын. Қордай инфрақұрылымы туралы сөз болғанда ауданға қарасты 41 елді мекеннің 36-сы газбен қамтылғанын айта кеткен жөн. Ал қалған 5-еуі бойынша жоба әзірленіп жатыр дейді әкімдік өкілдері. Биыл сондай-ақ 120 қордайлық қоныс той тойлайды. Тұрғын үй индексінің талаптарына сай бұған дейін кезекте тұрған олар 1 шілдеде пәтер кілтін алып баспаналы болмақ. Айта кету керек, аудан әкімі айрықша назарға алған пайдаланылмаған жерлерді мемлекетке өткізу бойынша қазіргі таңда 2800 гектардан аса аумақ қорға қайтқан. Тұрғын үй мәселесіне келетін болсақ, тамыз айының 1-іне ауданда тұрған кезекте тұрған аудан тұрғындарына 120 пәтердің кілті табысталатын болады. Қаракемер, Қарасу ауылдарында заманауи талаптарға сай 300 орындық 2 жайлы мемлекеттік мектеп қолданысқа беріліп, жұмыстарын бастады. Қордай тек картадағы аудан емес, бұл еңбекпен еңсесін тіктеген елдің мекені. Тарихы терең, тірлігі берекелі бұл өңірде әрбір жетістік халықтың маңдай терімен жазылған шежіре. Бүгінгі Қордай дамуға бағыт алған, ертеңіне сеніммен қарайтын аудан. Жаңарған жолдар, өркендеген кәсіп, білімге ұмтылған жас буын. Мұның бәрі Қордайдың келешек келбеті. Уақыт өзгереді, замана жаңарады, бірақ туған жерге деген махаббат өзгермейді. Себебі Қордайдың күші бірлікте, Қордайдың болашағы еңбекқор елінде.